Пышақ жекпе-жегін семсерлесудің аналығы деп те атауға болады. Тек бұл спорт түрінде спортшылар қысқа пышақтармен өзара сайысады. Теміртауда жауынгерлік өнердің жаңа түрі Олимпия спорт клубының базасында игеріледі. 27 қазан күні Алматыда Тұлпар спорт мектебінің 15 жылдық мерейтойына орай алғашқы рет пышақ жекпе-жегінен чемпионат өтті. Теміртау қаласының атынан аталмыш сайысқа Олимпия спорт клубының тәрбиеленушілері өнер көрсетті. Реальные цели с учетом того, что... Бұл жарыстағы негізгі мақсатымыз әйелдер арасында бір жүлдеге, ерлер арасында бірнеше жүлдеге ие болу болатын. Себебі бұл спорт түрі қаламызда енді ғана дамып келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өзіміз ойлағаннан жақсы нәтиже көрсеттік. Теміртаулықтардың дайындығы қатты болмағанымен, олар өткен чемпионатта тамаша нәтижеге қол жеткізді. Жарыс қорытындысы бойынша жерлестеріміз 4 алтын, 3 күміс жүлдеге ие болған. Командалық есепте теміртаулықтар 2-ші орынға жайғасты. Профессионал және абсолют категорияларында 1-ші орынды теміртаулық Анзор Магомадов иеленсе, Сергей Тымченко 180 сантиметрден жоғары ерлер арасында алдыңғы орынға шықты. Ал әйелдер арасында абсолют категориясының алғашқы орнында Анна Степанова, 2-ші орында Елена Куртоева. Сондай-ақ командалық есепте теміртаулықтар күміс жүлдеге де ие болды. Цели были, можно сказать, невысокие, просто хотя бы попасть в тройку, занять призовое место. Алғашында алға қойған мақсат үштіктің қатарына кіру болатын. Мен 3 рет жекпе-жекке шықтым. Алғашқы қарсыласым мықты болды, қиындау болды. Поединки были... Сайыста өте мықты қарсыластар кездесті. Ең бірінші атап өтетін болсам, алматылық спортшы қыздар. Олар бұрыннан осы спорт түрімен айналысатындықтан маған сәл ауырлау болды. Я не очень доволен, как я провел бои. Менің өз нәтижеме көңілім толмады. Ардагерлер санатында 2-ші, командалық топта 2-ші орындарға ие болдық. Ардагерлер арасында өте мықты қарсыласқа тап болдым. Маған әлі де дайындық қажет екен. Анзор Магомадов пышақ мектебінің нұсқаушысы болып қызмет етеді. Оны бұл спорт түріне алматылық Альберт Нұрахметов тәрбиелеген. Кейіннен 2 нұсқаушы да Мәскеуде Кирилл Любиннан сабақ алды. Қазіргі таңда Анзор Магомадов теміртаулық спортшылармен өз білігімен бөлісіп жүр. Категории, соответственно, профессиональный и абсолют наш инструктор Анзор Магомадов. Өз санатында Анзор Магомадов жақсы өнер көрсетті. Ол абсолют профи категорияларында жақсы нәтиже көрсетті. Бізге қарағанда, ал бізге әлі де дайындық қажет екенін жасырмаймыз. Теміртау спортшылары пышақ жекпе-жегінен өз біліктілерін әлі де арттырулары қажет. Болашақта жаттығулардан кейін жерлестеріміз осы жекпе-жек түрінен биік белестерді бағындырады деген үміттеміз.